Сәлем достар, біз бүгін қазақша балау дайындайтын боламыз. Сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетіңіз. Алдымен біз 3-4 жұмыртқаны суға салып 15 минут қайнатып аламыз. Еттің орнына мен піскен ет қолдандым. Жарты килограммдай алсаңыз болады. Бүгін менің қолымда маникюр болғандықтан қолыма перчатки кидім. Әрі қарай морковь және баклажан алып төртбұрыштап кубиктап турап алдым да оны ыстық майға қуырып, сарғайғанша қуырып аламын. Кейін оған тұз, бұрыш қосып алсаңыз болады. Дайын піскен етіңізді үстіне жайғастырып, күрішті жақсылап жуып тазалап, оны да жаймалап, үстіне куркума қостым. Өйткені куркуманың түсі маған ұнайды, әрі тамақта әдемі түс береді. Кейін күріштің бойымен теңестіріп, су құйып, тұзын, бұрышын қосып салып алдым да жаймалап. Орташа отта 10 минутқа қалдырдым. Міне біздің палауымыз дайын, өте дәмді және тойымды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Табет Ашар каналы. Менің каналыма өтіп, басқа видеоларымды көріп кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.